Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бар болғаны картошкадан жасалынатын тіске басар дайындайтын боламыз, яғни картофельный сырный шарикер жасаймыз. Міндетті түрде видеоны қарап жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап рецепті сақтап алыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: суға піскен картоп. Мен алдын ала картопымды пісіріп дайындап алдым. Енді піскен картопымыздың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, вилканың көмегімен жақсылап езетін боламыз. Езілген картопымызды ас қасықпен, үлкен қасықпен бір қасық толтырып алақанымызға салып, ортасына ірімшігімізді, яғни сырымызды салып, дөңгелек форма шығарамыз. Содан соң ұнымызға бір аунатып алып, жұмыртқамызға саламыз. Содан соң панировочный сухариге тағы да аунатып алатын боламыз. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығатын боламыз. Бұл түске басарды мерекелік дастарханға холодныйлармен бірге қоятын болсаңыздар, қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де бұны бір ескере кететін жайы, қызып тұрған майда қызарғанша бір араластырып тұрып, қуырып алсаңыздар болады. Не болмаса печкіде 10-15 минутқа қызарғанша қойып қойсаңыздар да болады. Мен печкіде қызарғанша пісіріп алатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай мен барлығын жасап болып қалдым. Енді формамызға салып, осындай формамызға салып, алдын ала қызып тұрған печкіде 10-15 минутқа қызарғанша қойып аламыз. Алдында айтып кеткенімдей, қызып тұрған майға қызартып қуырып алсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.